Ассалаумалейкум. Қалай жұмыс қалай отыр? Қаламыздың тазалығына ат салысып жатыр екенсіз. Иә. Есіміңіз кім болады? Сұңғат. Сұңғат Айберген болады есім. Қуанышты. Бұлай камераға рұқсат қой, иә? Түсірсек. Иә. Көшенің тазалығына қараймыз, мусор тереміз. Енді өзінің атынан бір поддержка болсын, бір киінді жүрсеңіз де рұқсат па? Иә, болады. Қазір полный образ қарастырамыз. Қалай? Отбасы бар ма? Бар, отбасы. 2 балам бар. Жолдасым бар. Самал аты 92 жылғы. Қай жақта жұмыс істейді? Жұмыс істемейді, үйде бала қарайды. Кішкене инвалид жағынан пенсия алады. Әке-шешемді көрген жоқпын енді. Енді кішкентай кезімде әке-шешемнен қалқағым ғой. Сол ғана мазалайды. Еркекпіз ғой, біз сынбауымыз керек та. Мынаны, короче, жаңағы двойкамен кес, мынаны мынаумен кес ғой, короче. Алла разы болсын сізге. Енді мынау мен атынан кішігірім сыйлық, тағы да бір сыйлық бар. Ол бүкіл қазақ елімен бірлесіп жасалған сыйлық. Харекет қорының атынан. Баспада. Қой. Бұл сіздің баспанаңыздың кілті. Сәпе. Алла разы болсын. Алла разы болсын Қаракет қорына, барша елге төстіп үй қылдырып атқанына, осы негізі қанша жыл тосып едім осы. Өз үйім болса, өз баспанам болса екен деп. Осы тұрып атқан үй осы, иә. Бұл аренда ғой? Аренда, иә. Қалайсыздар, аман есен, бәрі жақсы ма, дұрыс па? Сәкенде бір айтар сөз сыйлығы бар. Үй армандап едік қой, білесің ба? Сол үйге қол жеткіздік. Жылама ол. Жылама. Доча, сенің де үйің болады әдемі. Кухняларыңыз қандай? Күшті ғой. Мына бөлме, балалардың бөлмесі. Ойыншықтарыңды қойып қоясың. Пока сенің кремиятым. Алдымен Аллаға, сосын қазақ халқына рахмет айтамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман болыңыздар. Харекет. Халықтың қоры.